Сәлем достар, Супергемчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз Омар екеуміз етті пирог дайындайтын боламыз. Омар маған көмектеседі. Ала қайде? Бірінші айранымызға сода қосамыз. Енді қасықпен араластырамыз. Айранға үлкенірек салған дұрыс, себебі айран мен сода араласқан кезде айранның көлемі ұлғаяды. Қараңыздар, ұлғайып жатыр. Пенка сияқты болды, қараңыздар. Ұнымызды ыдысымызға саламыз. Сармайымызды аламыз. Сармайымыз біздің жұмсақ, қатты емес. Бөлме температурасында көп тұрып қалғандықтан 2-3 минутқа морозильникке салдым, бірақ соның өзінде жұмсақ. Холодильниктегі сармайды қолдана берсеңіздер болады. Мінекей, қараңыздар, жұмсақ. Енді саламыз ұнымызға. Енді шанышқының көмегімен жұмыс жасаймыз. Негізі маған қолмен жұмыс жасаған ыңғайлы, сондықтан бүйтіп қолмен үгітеміз. Қамырымызбен сармайымызды біріктіреміз. Мінекей, қамырымыз мынандай крошка болу керек. Енді мұнда айранымызды, тұзымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Енді қараңыз, айран мен сода қандай болып кеткен, күшті болып тұр. Енді осыны саламыз массамызға. Қамырымыз біркелкі қатты болғанша араластырамыз. Яғни барлығын біріктіреміз. Қамырын ар жақта екен біліп тұр ғой. Тарелканы сырып бара жатыр ғой. Бір дана жұмыртқамызды саламыз. Енді қамырымызды біріктіріп илейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Қамырымыз жұмсақ және қолға жабыспайтын болу керек. Қамырымызды 3 бөлікке бөлеміз. Кішкентай бөлік. Бұны әдемілеуге қолданамыз. Ясын ұстай тұр. Мынандай 2 бірдей бөлікке бөлсек болады. Бірінші. Бір бөлігімізді аламыз, қамырымызды. Оқтамен жаямыз. Қамырды аздап демалдырып алсаңыздар, жұмыс жасау ыңғайлы болады. Менде тез-тез видеоны түсіріп тастау керек болғандықтан қамырды демалдырғанда жоқпын. Бірден жасап кетіп жатырмын. Қамырымызды ковриктің кішкентайына салып қойдым. Сразу осыны пісіре беру үшін. Енді фаршымызды, начинкасын жасаймыз. Салмасын, яғни фарш саламыз. 1-ге 1 жүреді. 300 грамм фарш, 300 грамм пияз. Татымына қарата тұз және бұрыш. Және ескерте кетейін, егер салымында, яғни начинкасында тұз көп болса, өте дәмді болады. Қара бұрыш. Тұз маған еще аз сияқты. Салмасын саламыз. Айналасына қарасаңыздар, кішкене кружок қалдырдық. Қамырымыздың жаңағы бөлшегін алып жаямыз. Мінекей қамырымызды қойдық. Енді айналасын барлығына түзеліп шығамыз. Так, енді өреміз. Былай, былай, былай. Жаңа 3 бөлікке бөлген болатынбыз. Қамырды және кішкентай бөлігін алып қалған болатынбыз. Бұны бетін әдемілеуге қолданамыз. Бұны алып қалмасаңыздар да болады, өз қалауларыңыз. Ол үшін мынандай дөңгелек керек. Дөңгелек форма, немесе стакан, кез келген дөңгелек шеңбер, не бар, крышка, любой жарай береді. Аламыз. Шеңбер жасаймыз. Так, шеңберлерді бір-біріне біріктіреміз.
қанша болды? 5, 6 жеткілікті сияқты. Енді былай ораймыз. Орадық. Ортасынан бөлеміз. Вот. Гүліміз дайын. Пирогымыздың қалаған жеріне өзіміз қоя береміз. Енді қалғаннан тура солай жасаймыз. YouTube деген стаканға бір жұмыртқаны саламыз. Ағы мен сарысын ажыратпаймын, сразу екеуін мен қолдана беремін, былай араластырып тастап. Пирогымызға жағамыз. Ортасын кішкене тесеміз. Ауа кіріп, жақсы пісу үшін. Пирогымыз дайын, енді пешке салып пісіретін боламыз. Папа келді. Біз Омар екеуміз пирог пісірдік. Омар? Сен де дәмін көресің бе? Торт емес пирог ба? Ер адамдарға негізі ет болса болды, еті бар зат болса болды. Солай ма балам? Сонымен достар, біздің етті пирогымыз дайын. Сізде жасап көріңіз, өзіңізді және жақындарыңызды қуантыңыз. Сөзсіз отбасының барлығына ұнайтыны анық. Омар? Де.